Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін ерекше дәмді тағам ұн қуырдақ рецептісімен бөлісемін. Суға тұз қосып қамыр илейміз. Қамырды 10 минутқа тынуға қойып қоямыз. Одан кейін пияз тураймыз және ет тураймыз. Кез келген малдың етін қолдана бересіз. Және қазанға сұйық майды құйып, ет пен пиязды қуырамыз. Қуырып болған соң үстінен су құйып қайнатамыз. Тыныққан қамырды алып, 2 бөлікке бөліп, жұқа қылып жаямыз. Жайып болған соң 4 бөлікке бөліп, қызып тұрған духовканың төменгі жағына осылай 35 секундқа кептіріп аламыз. Одан кейін қайнап тұрған сорпаға дәміне қарай тұз және картоп салып қайнатамыз. Кептірілген қамырды жіңішке қылып кесеміз. Кесіп болған соң қайнап тұрған сорпаның бетіне салып, жоғары оттың үстінде 7 минут пісіреміз. Асымыз дайын. Рецепт сізге де ұнаған болса жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын.